Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағын бастаймыз. 59-шы сабақ. 3-3-тен комбинациялар нұсқасы. Бүгінгі сабақта қоршаған орта заттарынан 3-3-тен комбинациясының нұсқаларын құрастыруды үйренесің. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Себетте қызыл және көк алмалар бар. Егер екі алма алынса, олар қандай түсті алма болуы мүмкін? Олар екі қызыл алма, екі көк алма және бір қызыл, бір көк алма болуы мүмкін екен балалар. Егер үш алма алынса ше? Егер үш алма алынса, үш көк алма, үш қызыл алма, екі қызыл, бір көк алма, екі көк, бір қызыл алма алынады екен. Себетте қызыл, көк, сары алмалар бар. Егер үш алма алынса, олар қандай түсті алма болуы мүмкін? Барлық мүмкін нұсқаларды қарастырып көрейік. Үш сары алма, үш қызыл алма, үш көк алма, бір көк, бір қызыл, бір сары алма, екі көк, бір сары алма, екі көк, бір қызыл алма, екі қызыл, бір сары алма, екі қызыл, бір көк алма, екі сары, бір қызыл алма, екі сары, бір жасыл алмалар алынады екен. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Гүл өсірушіде 10 қызғалдақ бар. 3 сары, 5 қызыл, 2 қызғылт сары. Гүл өсіруші 3 қызғалдақтан тұратын қандай әртүрлі гүл шоқтарын құрастыра алатынын көрейік. 3 сары гүл, 3 қызыл гүл, 1 қызыл, 2 қызғылт сары, 1 қызыл, 2 сары гүл, 2 қызыл, 1 сары гүл, 2 қызғылт сары, 1 сары гүл және 2 қызыл, 1 қызғылт сары гүл шоғын құрастыруға болады екен. Балалар, үшінші тапсырмаға назар аударайық. Саябаққа 15 қайың және 24 жөке ағашы отырғызылды. Оның 13-і суғарылды. Суғарылмаған неше ағаш қалды? Есептің шартын құрастырамыз. Қайың 15, жөке ағашы 24, суғарылды 13 ағаш. Қалды неше ағаш? Шешуі. 24-ке 15-ті қосамыз, 39 болады. 39-дан суғарылған 13 ағашты азайтамыз. Ол 26 болады. Демек, суғарылмаған 26 ағаш қалған екен. Оқушылар сарайының алдына отырғызу үшін 55 көшет сатып алынды. Оқушылар 12 шырша мен 20 қайыңды отырғызды. Қалғанын жолдың жағасына отырғызды. Оқушылар жолдың жағасына неше ағаш отырғызды? Есептің шартын құрастырып көрейік. Сатып алынды 55 көшет, отырғызды 12 шырша және 20 қайың. Жолдың жағасына қанша ағаш отырғызғаны белгісіз. Шешуі. 55-тен 12 және 20 санының қосындысын азайтамыз. Ол 23-ке тең екен. Демек, жолдың жағасына 23 көшет отырғызылды.